Есімде сол бір кез. Кешкі автобустан түскенім сол еді, аялдамада Самира тұр екен. Анадайдан таныдым. Қасымдағы жолдастарымнан сытылып шығып жанына келдім. Сәлеметсіз бе, Самира, деп қолымды ұсындым. Ол да менімен жылы амандасты. Бір байқағаным, жүзі сынық, өте арықтап кетіпті. Әсіресе жәудіреп тұратын көздерінде мен түсінбейтін бір мұң бар сияқты. Онысын күліп білдірмеуге тырысады. Ал меніңше, менің ұсқыным қаймас еді. Көзіме сыздауық шығып, ісіп кеткен. Оның дәкемен танып алғам. Тек Самираны алыстан көргеннен соң ұялғанымнан шешіп қалтама салып қойғам. Үстімде құрылысшылардың жұмыс киімі, аяғымда дубалдай рабочий бәтеңке. Сонымен сөйлесіп тұрмыз. Әскерге қашан барасың деп әзілдедім. Менің әскер деп тұрғанды ол түсіне қойды да күліп жіберді. Әзірге повестке келмей жатыр ғой, деді. Ақырын ғана. Әйтсе де біз одан гөрі көп сөйлесе алмадық. Сол сәт автобуста келе жатты. Жүр менімен бірге, Пановкаға, деді ол күлімсіреп. Мен іле жауап қатам. Неге ертерек айтпадың? Мына түрмен қалай барамын? Автобус тоқтады. Самира менімен қоштасып автобусқа отырды. Мен жүріп келем, ойыма сол күндер түседі. Менің әскер қатарынан жаңа оралған бетім еді. Ал Самира ол кезде Жасылтөбеде медсестра болып істейтін. Бір күні ауылда жарас дейтін құрдасымыздың үйлену тойы болды. Жұлдыздарды жымыңдаған жаздың мақпал түндерінің бірі. Үйде біраз жұмыстар болып, тойға кештеу келдім. Бауда өтіп жатқан. Ол кезде тойхана деген мүлде білмейтінбіз. Тойда көңілі әуендер бірінен соң бірі шырқылап жатты. Мен сонда осы Самирамен қатар отырып қалыппын. Көздеріміз бір қаранғаннан-ақ түйісе кетті. Туған жерге келуіңмен, дейді Самира маған шарап толы стаканын ұсынып. Рахмет, мен ішпеймін ғой, деймін. Не, мен үшін ішпейсің ба, деп ол дем арасында бұртия қалды. Одан әрі әдемі қызды ренжіткенше жаман қарным жарылсын, не болса да ол болсын деп алдымдағы шарап толы стаканды қағып алдым. Ол да ішті. Шарап ішуді одан әрі 5-6 рет қайталадық. Бір кезде тамақ ішіп отырған қолым дірілдегендей. Қасығым селкілдеп тәрелкадан сусып түсіп барады. Буыным босап бара жатқандай ма қалай? О Құдайым-ай, менің сонда алғаш рет мас болуым ғой. Көңілдімін, ыңылдап өлең айтқым келеді. Туған айдай толықсып жанымда отырған Самира көзіме тым ыстық көрініп барады. Әсіресе гүлді көйлегін жарып шыға жаздап тұрған қосанарына көзім жиі түсе берді. Шыдай алмай қолымды оның иығына салам. Ол менің қолымда ақырын ғана иығынан түсіреді. Сосын сұқ саусағын апарып, тіс, ұят болады, дейді. Ал мен оны тыңдағым келмейді. Ақыры мен оны құшақтап алдым. Қандай тамаша болып кетті бұл дүние, басым айналып барады деп қоям. Бұлай отыра беруіміз жараспас, жүр билейікші, өміртай, онан да, дейді. Самира маған қиыла қарап, тұрайын десем, о тауба, буынымды ұстай алмаймын. Қанша өзіме өзім бекем болайын десем де, аяқтарым ырыққа көнбейді. Басым шамалы айналған, мен ақыл-есім дұрыс сияқты, бірақ аяқтарым икемге келмейді. Содан биялаңа қызып жатқан ортаға шықтық. Самира жеңіл ғана қимылдап менің құшағыма еніп кетті. Біздің вальс билеп жүрміз дегеніміз жай ғана. Мен құлап қалмауым үшін Самираның белінен қапсыра құшақтап алғанмын. Ол алғаш тартыншақтап қолымды белінен ажыратпақшы болып еді, тастай сірескен қолдарым оңайшылықпен ажырай қоймады. Жүрекке жылы тиетін жеңіл әуен музыкалық орталықтан қалықтай шығып жатыр. Той иесінің айнала тартылған электр жарығымен шағылысқан кілемдегі көрнекті сөздері түрлі түске еніп, мың-сан құбылып тұр. Мен билеп жүр деген атым ғана екі аяғым екі жаққа кетіп, мазамды қашырып барады. Әңгіме айтшы, өміртай, дейді құшағымдағы Самира маған қиыла қарап.
Оның үздіге шыққан сөздері, жалт-жұлт еткен көздері, алаулап тұрған аққұба өңімен магнитше тарта түсті. Алдымнан бетіңнен бір сүйінші, содан кейін неше түрлі әңгіме айтамын дедім, көлемді келген бетімді оның бетіне тақай түсіп. Ой, тентек, ұялмайсың ба мына адамдардан? Одан да шыныңды айтшы, қашан үйленейін деп жүрсің? Үйленейін десем қыз жоқ, маған кім қарайды дейсің? Бәрі мені жек көреді деп жорта күрсініп қойдым. Қыз жоқ па, әлде сен өзің қарамай жүрсің бе? Ой, қусың ғой өміртай. Болашақ жарыңның атын айтшы, тым болмаса біліп жүрейік, деді ол дәл құлағымның түбінен сыңғырлай күліп жіберіп. Үйленетін келіншегімнің кім екенін өзің де білесің ғой. Кім, айтшы, деп Сәмира маған тағы да қиыла қарады. Мен оның аққұба өңінен жедел түрде шөп-шөп сүйіп алдым. Ол болашақ жарымның аты Замира, Жасылтөбеде медсестра болып істейді. Өзі біздің ауылдың қызы, менен 2 жас кіші, деп бастырламата жөнелдім. Замира қып-қызыл болып кетті. Сол сәт маған тақалып тұрған оның денесі әлсіз дірілдегендей болды. Осындай бейжай күйде тұрғанын пайдаланып, оның бетіне шөп еткізіп тағы да сүйіп алдым. Сәмира ұйқысынан шошып оянған сәбидей бетін менен алып қашты да, қош енді, деп бұртиып арқамнан жеңіл ғана түртіп қойды. Сонымен той тарқады. Мен как джентльмен ретінде Сәмираны үйіне шығарып салмақшы болдым. Үлкен жолдың бойында ауыл иттерін барынша абалатып, екеуміз қолтықтаса қайтып келеміз. Мен орынды-орынсыз сөйлеп ыржалақтап келем. Тойдағы емес, Сәмираның да қималы бәсеңдеп қалған. Қанша құшақтасам да қолымды қақпайды. Біздің бір-бірімізге деген махаббатымыз оның үйіне жақын мектеп бауына барған кезде одан әрі өшіп кетті. Менің мастығым айыққанмен тұла бойым Сәмираның демімен ұштасып от болып лаулап барады. Сүйіктім бұл түні қызыл еріннің бал дәмінен нәр татуыма да, тізесіне басымды қойып жатуыма да қарсы болмады. Тек әйел баласының ең маңыздысы жері болып табылатын ғажайып өлкеге саяхаттап қайтуыма рұқсат бермеді. Ондай бақытты сәт екеуміз өз алдымызға шаңырақ көтергенде ғана болады. Ақ шымылдығымызға дақ түсірмейікші жаным, деп Сәмира емірене сүйгенде басымды оның тізесіне қойып, жылы шуақтап, қарны тойып қалып кеткен жетім қозыдай үйіп жата бердім. Біз осылайша жиі кездесіп, махаббаттың бал шырынын тартып жүрдік. Күзге қарай үйленеміз деп жүргенде оның жуалының бір жігіті алып қашып кетті. Сүйіктім жылап қанша көнбегенімен сол ауылдағы көпті көрген местный кемпірлері жиналып 2 сағаттай тегін лекция оқыпты да мақсаттарына жетіпті. Сонымен аузым аңқиып ауылда жанынан айырылған бақсыдай қаулаған өсектің ортасында қала бердім. Одан кейін жүріп келіп кеш үйлендім. Ал 5 жылдан кейін Сәмира күйеуімен дәм-тұздары жараспай ажырасып, 2 жасар баласын көтеріп төркініне келді. Әйтсе де өз үйіне жағдайы болмаған соң Вановкаға көшіп, пәтер жалдап, мамандығына сай ауруханаға орналасты. Одан әрі шым-шытырақ өмір өз билігін жүргізіп, балапан басымен, тұрымтай тұсымен, бәрі қу тіршіліктің қамымен әлек болып кетті ғой. Тек бір-біріміздің анда-санда көргенде ғана жүрек шіркін атша тулап шыға келеді. Бірақ не істейсің, қолыңнан не келеді енді? Әй, бір бойында жұмбағы көп өмір-ай, қайтейін сені.